Алдар көсе ең танымал мультфильмдердің бірі. Оны көрмеген адам жоқ шығар. Бұл мультфильмнің біз білмейтін қырлары бар екен. Иә, ол жерде құпиялар көп, және әлі күнге дейін ашылмаған құпиялар жетеді. Көбінесе алдар жайлы. Бүгін сол алдар жайлы бір құпияны қарастырып көрейік. Бір қарағанда алдар бізге кедей болып көрінеді. Оны ешқандай да бай ұрпағынан шыққан деп айта алмайсың. Дегенмен кейде сырт көз алдамшы болуы мүмкін. Және бұл жерде шынымен де солай болып тұр. Өйткені алдар сіз ойлағандай жай ғана көшеде жүрген адам емес, жай ғана ақшасы жоқ кедей емес. Алдар ол нағыз хан. Әрине сенбей отқан шығарсыз, алдар қалай хан болады деп. Шатаспас үшін айта кетейін, алдар қазір хан емес, өйткені ол тұратын елдің қазіргі ханы бөлек. Ал алдар болса дәл осы елдің бұрынғы ханы болған. Түсіндіре кетейін. Мультфильмнің ішінде бір сәт бар, ол таңбалы қағаз эпизоды. Бұл эпизодта алдардың нағыз бейнесі ашылды. Ол үйінен шығып жаттығу жасап жатқан кезде оған бай мен бәйбіше өздерінің паспортын, яғни жеке куәліктерін көрсетеді. Және бір қызығы, куәлікте олардың қай елде тұрып жатқаны көрсетілген. Ол Алдарстан. Бұл дегеніміз мына мультфильмдегі адамдардың барлығы Алдарстан республикасында тұрып жатыр деген сөз. Енді ойлап қараңыз, неге елдерінің аты олай қойылған? Менде мынандай теория бар. Осы Алдарстан мемлекетінің ең алғашқы ханы Алдар көсе. 100 жыл бұрын немесе 1000 жыл бұрын алдар осы елді құрып өзінің атын қойған Алдарстан деп. Сосын белгілі бір уақыт хан болып, кейін хандықтан шаршаған. Мұрагерін сайлап өзінің орнын босатып берген. Ал өзі болса ауылға кетіп қалды, сөйтіп оны барлығы ұмытып кетті. Қазіргі кезде оның хан болғанын ешкім білмейді. Енді сізде сұрақ туындауы мүмкін. Қалай алдар ұзақ жыл бойы өмір сүріп келе жатыр деген. Бірақ оған жауап бар. Аңыз бойынша алдар ешқашан қартаймаған. Оған сақал мұрты өспейтіні куә. Және алдар мәңгі жас адам болып қалған. Егер шынымен осылай болса, алдардың 100 жылдан аса өмір сүруі әбден мүмкін. Және ол тұрып жатқан елдің Алдарстан аталуы бекер емес. Бұл дегеніміз нені білдіреді? Мультсериалдың ішіндегі мына хан алдар көсенің ұрпағы. Өйткені хандар тек бір тұқымнан шыққан. Алдар болса осы ханның түп атасы. Хан әрине оны білмейді. Осымен видеоны аяқтайық. Бұл теория жайлы ойларыңызды комментарийге жазып кетіңіздер. Әрине бұл ешқандай шындық емес, осы жағын шатастырып алмайық. Егер ролик ұнаса арнаға жазылып қазақша контентті қолдап кетейік. Алда әлі талай видео түсіретін боламын. Келесі кездескенше.